Сәлем менің тапқыр достарым, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздермен логикалық сұрақ қойып ойнайтын боламыз. Барлығы 37 секунд беріледі. Бастаймыз. 5 айырмашылықты тап. Таптың деп ойлаймын. Дұрыс таптың ба? Кім дәрігер емес? Иә, ортада тұрған апай, өйткені оның бейжіңінде еркек кісі тұр. Қайсысы жаурап қалады? Иә, таптың деп ойлаймын, өйткені ол құлағы да ашық, алдыңғы замогы да ашық болғандықтан. Кім вампир? Иә, өйткені вампир болған ортадағы адам оның паспортында суретке түскен кезде вампирдің киіммен түскен. Мына басшыны кім өлтірді деп ойлайсыздар? Өлтірген адам оң солақай болған. Иә, ол бізде сол жағында тұрған ер кісі. Кім ұры? Иә, бұл жерде соқыр адам ұры, өйткені оның мойнында фотоаппарат тұр. Кім вампир? Иә, вампир бізде әйел адам, өйткені ол қолында не тұрғанын білмейміз. Тестті кім көшірді деп ойлайсыңдар? Иә, ол артында отырған ұл бала, өйткені оның бәрі жасалған. Қайсысы ұры? Апамыз ба, инвалид ба, әлде томпақ бала ма? Иә, ұрымыз апа. Кімнің анасы? Вампир. Иә, оның мамасы вампир, өйткені оның үсті қан. Кім жігітпен тұрады? Иә, қызылдағы, өйткені ода 2 зумның щеткасы бар. Кім адам өлтіруші? Иә, өйткені ол химикат заттармен көп қолданып отыр. Кім адамды өлтіруші деп ойлайсыңдар? Бұл жерде логикалық сұрақ болғандықтан әрине бірінші тұрған, өйткені ол есікті ашқан кезде қанның ізі қалып кеткен. Кімде тірі қалуға мүмкіндік бар? Біріншісінде, әлі екіншісінде ме? Иә, біріншісінде, өйткені ол суға батып кетеді. Кім бірінші лифттан түсті деп ойлайсыңдар? Иә, екінші адам лифттан түсті, өйткені оның артқы есігі жабылып қалған. Кім дәрігер? Иә, дұрыс таптың. Дәрігердің халатын киіп алған кісі. Кім өлтіруші дәрігер? Иә, ол қыздағы тұрған дәрігер, өйткені оның үстінде андай жаман нәрселер тұр. Кім еркек? Иә, дұрыс, еркек осы қыз. Кімді құтқарады? Мамасын әлде қызын? Иә, қызын, өйткені қызының қолы байлаулы. Кім вампир? Вампир бізде апа, апаның табағында ет бар. Вампирлар чеснок жемейді. Кім адам өлтіруші? Иә, осы адам өлтіруші, өйткені оның жанында химикат нәрсе тұр. Кім ұры? Ұры бізде бірінші қыз, өйткені оның суреті стенада жазылып тұр. Кім тірі қалады? Иә, тірі қалатын бізде бірінші адам, өйткені оған мүмкіндік көп. Кім вампир?
Вампир бізде жасыл көйлектегі, өйткені ол айнада көрінбейді. Кім өлтірді деп ойлайсың? Иә, бірінші адам, өйткені одағына пеналда ручкалары бар. Кім адамды өлтірді? Иә, бұл ата, атаның қолында қайшы. Кім аман қалады? Иә, бірінші тұрған қыз, екінші қызның қолы қанапты. Қанаған жаққа бірінші барады. Кім өлтірді? Иә, үшінші қыз өлтірді, өйткені артында пышақтың ізі бар. Не байқадыңыздар? Анықтап қараңыздар. Иә, бұл қызда үш қол, біреуі гүл ұстаса, біреуі жігіттің қолын ұстап тұр. Үй жануарын қайсысын таңдар едіңіз? Мен ит. Бұл жерде де қайсысын таңдар едіңіз? Мен балықтар таңдар едім. Кім бай адам? Иә, бірінші тұрған ата бай, өйткені оның табағында ет тұр. Кім адам өлтіруші? Иә, бірінші адам өлтіруші, оның қолында шыбынның несі өлтіретін зат тұр. Кім вампир? Иә, екінші адам вампир, оның ішінде екі тістелген із тұр. Мына баланың мамасы кім? Табатын болсаңыздар, логикаларыңызды сәл ертерек қосуларыңыз болады. Бұл жерде үш әйел адамның қайсысы анасы деп ойлайсыз? Бірінші әйел оған фастфуд әкелді. Екінші әйел оған ойыншық әкеп берді. Үшінші әйел оған қатты ұрсып тұр. Сонымен бұл қыз баланың анасы кім деп ойлайсыздар? Иә, қайда болдың деп анасы бірінші сұрайтыны осы адам. Менің каналыма жазылып, тіркеліп алыңыз. Ары қарай күшті видео салатын боламын. Сау болыңыз.